Әлемде барша адамдар әртүрлі, бірақ сонымен бірге олар бір-біріне өте ұқсас. Олар бір-бірінен сыртқы келбеті бойынша ерекшеленеді. Бірақ барлығының екі қолы, екі аяғы, бір басы бар. Бірақ бұл видео ерекше қабілеттері немесе сыртқы белгілері бар адамдар жайлы болмақ. Оларды көпшілік адамдардан міндетті түрде тез ажырата аламыз. Олардың саны аз болғандықтан бүкіл әлемге танымал болды. Тіпті медицинаның ең танымал өкілдері де олардың ерекше жаратылысына дәрменсіз қимыл жасайды. Соңғы кездері бос уақытымды Bones ойын-сауық платформасында өткізіп жүрмін. Неге десеңіз, мен ол жерде бос уақытымды өткізіп қана қоймай, көптеген ұтыстарға ие болып жүрмін. Ең бастысы, ұтқан ақшаңызды тез арада шеше аласыз. Егер ол аз десеңіз, спорт түрлеріне де бәс тігуге болады. Ал сайтқа тіркелу өте оңай, тек телефон номеріңізді жазсаңыз болғаны. Ал егер қара 100 промокодымен тіркелсеңіз, сізге 1 миллион теңгеге дейін бонус беріледі. Сілтемені бекітілген комментарийге жазып кетемін. Бірақ есіңізде болсын, оңай жолмен байып кетем деп азарттың тұзағына түсіп қалмаңыз. Бұл жерге тек артық ақшаңыз болса ғана келіңіз. Bones – жол болғыштардың ортасы. Жыныс мүшесі 45 сантиметрге жететін Мексика тұрғыны Роберто Кабрера мүгедектер қатарына жатқызылғанымен, жыныс мүшесін кішірейту отасынан түбегейлі бас тартты. Бүгінде ол биліктен қаржылай көмек алып отыр. Мен әуретті жерімнің үлкендігімен әлемге танылдым. Бұл ерекшелігімді Гиннестің рекордтар кітабына тіркегім келді. Алайда олар бас тартты, дейді Роберто Кабрера. Дәрігерлер оған жыныс мүшесін кішірейту отасын жасауды ұсынған. Себебі бұл ерекшелігі оған әйелмен төсек қатынасына түсіп, балалы болуға мүмкіндік бермейді. Алайда Роберто отадан түбегейлі бас тартты. Жыныс мүшесінің үлкендігі оның бар ойын жаулап алған, дейді дәрігерлердің бірі. Ақ халаттылар Робертоның денсаулығына алаңдап отыр. Себебі әуретті жер үлкен болғаннан жұқпалы ауруларға бейім әрі қозғалысына кедергі келтіреді. Ер адам ақшта тұрғанда 2 рет жыныстық қатынасқа түсіп көрмек болды. Алайда оның әуретті жерінен әйел атаулы шошып, қашып кететінді шығарған. Роберто өзіне лайық жұмыс таба алмай қиналуда. Мен тізерлей алмаймын, форма кие алмаймын, тез жүгіре алмаймын. Жұмыс берушілер мен туралы бірден жаман ойларға келеді. Мен биліктен мүгедектер қатарына жатқызылғандықтан әр 4 айда жәрдемақы алып тұрамын. Алайда бұл ештеңеге жетпейді, деп мұңын шақты мексикалық азамат. Ер адам өзіне лайық жар тауып, болашақта порно индустриядан жұмыс табуға дәмелі. Жыныс мүшемнің үлкендігі маған ұнайды. Болашақта ақшқа қайтып оралып, сол жерде өмірімнің соңына дейін тұрғым келеді, дейді Кабрера. Үндістаннан келген Мұхаммед Калимнің анасы туылған кезде баланың басқа балалардан өзгеше болғанын айтады. Оның қолдары белгіленген мөлшерден 2 есе көп болды. Бала өскенімен, бірақ оның қолдары одан да тез өсті. Ол 8 жасында қолының буын ұзындығы 38 сантиметрден асып, алақан салмағы 8 келі болды. Калим өте қиын уақытты бастан кешірді. Қарапайым тұрмыстық әрекеттерді орындай алмады. Өзіне қамқорлық жасай алмады. Бала білім алуға икемсіз еді, өйткені үлкен қолдарымен қаламсап ұстай алмайды. Дәрігерлер Мұхаммедтің ерекшелігіне қызығушылық танытқаннан кейін, оның өмір сүруге деген үмітін нығая түсті. Бірақ дәрігерлер оған нақты диагноз қоймады. Олар тек өз нұсқаларын ғана ұсына алды. Олардың бірі қатерлі ісік. Гарри Тернер өзінің басқа адамдардан ерекшелігін 3 жасында байқаған. Оның терісі өте созылмалы әрі ұзақ иілуге қабілетті. Тіпті ішінің терісімен үстел үстін жаба алатындай дәрежеде. Оның сирек кездесетін Ehlers-Danlos синдромымен ауыратыны белгілі болды. Бұл ауру әлемде сирек кездесетін аурулардың бірі. Тернер Гиннестің рекордтар кітабына терісі ең созылмалы адам ретінде енгізілген. Гарри Тернер өзінің ерекшелігіне ешқашан наразы емес. Керісінше өз мүмкіндігін барынша пайдаланып, цирктегі ерекше қойылымдарда өнер көрсетіп жүр. Бала кезінен Америка құрама штаттарынан келген Тим Кредланд жолдастарын өзінің ерекше трюктерімен баурап алды.
қолдарын инелермен тесіп, қорқынышсыз ыстық заттарға тигізсе де, ешқандай ауруды сезбейтін ерекше қасиеті бар. Бұл құбылысты зерттеген ғалымдар Тимнің ауру шегі өзгелерге қарағанда жоғары екенін түсіндірді. Алайда оның денесінің құрылымында басқалармен салыстырғанда ешқандай айырмашылығы жоқ. Оның ішкі мүшелері қарапайым. Барлық танымал адамдар сияқты ер адам тағдырын спектакльдер мен шоулармен байланыстыруды шешті. Бірақ Тим Кридланд өз мүмкіндігімен ақша табуды бастамас бұрын ерекше құбылысымен көп жұмыс істеуге тура келді. Ол сөйлеген кезде ішкі ағзаларға зиян тигізбеу үшін анатомияны мұқият зерттеді. Тим Кридланд өзіне қылыштарды байлап, жұлдыруды, металл түйреуішпен терісін тесуді және қарапайым көрермен үшін қорқынышты басқа да көптеген әрекеттерді жасауды үйренді. Малайзияда тұратын Лиф Тоулин ерекше қабілетке ие. Оның денесі темірді магнит сияқты тартады. Оның үстіне тартылыс күшінің мықтылығы соншалық адам машинаны өзіне тарта алады. Бұл қабілет ген арқылы атадан балаға мұра болып келе жатыр. Оның 2 ұлы және 3 немересі де осы қабілетке ие. Бір қарағанда мұндай талант керемет болып көрінгенімен, шынтуайтында оларға өте қиын. Лиф Тоулин және оның туыстары да тыныш тамақтана алмайды. Дүкенге, кафеге немесе басқа мекемеге де бара алмайды. Дәрігерлер бұл қабілетті түсіндіре алмайды. Олар ер адамды қарапайым адам деп санайды. Минскіде тұратын Якоб Циперович ешқандай да гипер қабілеттілігі болмай қарапайым өмір сүреді. Бірақ 1979 жылы жазатайым қатты уланып қалған. Содан кейін жас жігіт клиникалық өлімнен аман қалды. Клиникалық өлім шамамен 1 сағатқа созылды. Бірақ әдетте 5 минуттан аспайды, содан кейін адам қайтыс болады. Осы оқиғадан кейін Циперович бұрынғы өміріне орала алмады. Ол ұйықтай алмады. Ауыр заттарды оңай көтеріп жүріп, әрі миының ойлау дәрежесі күрт өзгеріп, тіпті ғалымдардың өздері қызығатын дәрежеге жетті. Бірақ ең бастысы, Яков мүлде қартаймайды. Ал медицина бұл жағдайды ешқандай жолмен түсіндіре алмайды. Әлемдегі ең семіз әйел деп Кэрол Анн Ягер танылды. Оның салмағы 727 келі болды. Кэрол өзінің тамақтануға деген тәбетін күшті психологиялық мәселелермен байланыстырды. Тамақ жеу арқылы ол стресстен арылатынын түсіндірді. Салмақ мөлшерінің көптігі әсерінен әйел өздігінен қозғалу мүмкіндігін жоғалтты. Оған арналған арнайы құрылғылар арқылы оның өмірі біршама жеңілденді. Ол 34 жасында қайтыс болды. Өлім себебі бүйрек қызметі бұзылған. Малайзияның тағы бір тумасы бүкіл әлемге танымал болды. Тек осы жолы күшті тістер мақтанышқа айналды. Радха Кришан Велу тістерімен өте үлкен жүктемелерді тарта алады. Оның жеке рекорды салмағы 297 тонна болатын пойыз. Барлығы оны тістің патшасы деп атайды. Және Радха Кришнаның күнделікті медитация үшін мұндай ерекше қабілетке ие екеніне сенімді. Сондай-ақ ер адам күн сайын спортпен шұғылданады. Жүгіру, орындықтарда басу және әрине оның бағдарламасында жақ сүйек жаттығулары міндетті болып табылады. Нора Ститс 9 жасында үлкен омырауымен мақтана алар еді. Қазір әйелдің омырауы 48, ал салмағы 26 келі. Нора әрқашан өзінің үлкен кеудесінен ұялатын. Бірақ күйеуі оған бұл мәселені шешуге көмектесті. 1999 жылы Нораның кеуделері Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Содан кейін әйел өте танымал болып кетті. Журналдар, газеттер мен теледидарлар онымен кездесуге ұсыныстар тастады. Тіпті Нора Ресейге келіп, «Сегодня вечером» бағдарламасында Андрей Малаховқа сұхбат берді. Нораға пластикалық отаға келісу үшін әйгілі хирургтар көп ақша ұсынады. Оның әр қадамын суретке түсіруді армандайды. Нора көптеген қолайсыздықтарды бастан өткерсе де, мұндай ұсынысқа ешқашан келіспейтінін айтады. Әлемдегі ең нәзік белі бар әйел Кэти Юнг Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Бұл керемет, бірақ оның белі 38 сантиметр. Ол кішкентай кезінде Барби қуыршақтарына және олардың көлемдеріне қызыға бастағаны есіне түседі. Ол мұндай жетістікке қалай қол жеткізуге болатынын ұзақ ойлана отырып, қарапайым құрал корсет қолдануды шешті. 22 жылдан бері ол бір сәт болсын корсетті шешкен емес.
Иә достар, әлемде неше түрлі адам бар. Сендермен болған Қарасаунд ТV арнасы келесі бөлімде кездескенше, қош аман болыңыздар.